Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен математика оқулығындағы теңдеу тақырыбымен танысатын боламыз. Бастамас бұрын кешегі теңдеу дегеніміз не? Соны түсініп алайық. Есімізге түсірейік. Теңдеу, яғни белгісізі бар теңдікті біз теңдеу деп атаймыз. Яғни белгісізді шешу арқылы біз теңдеуді шешеміз. Егер қосындының мәнінен қосылғыш, яғни белгілі қосылғыштың біреуін азайтатын болсақ, онда екінші қосылғыш шығады. Осыны есімізден шығармаймыз. Міндетті түрде қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Сол кезде екінші қосылғыш шығады. Қосу тұрған кезде азайтамыз. Енді осы теңдеуді есімізге түсіру үшін бірінші есепті шығарайық. Балалар халық аспаптар ансамблінің концертіне келді. Әлия мен Сырымға теңдеулерді оқуға көмектес. Белгісіз компоненттерді ата және теңдеулерді шеш деді. Бізге белгілі қосылғыш 5 пен x, яғни белгісіз қосылғыш берілген және оның қосындының мәні 7-ге тең. Енді жаңағы ережемізді еске түсірейікші. Қосындының мәнінен, яғни 7-ден 5-ті белгілі қосылғышты азайтамыз. Сонда 7 мен 5-тің айырмасы 2-ге тең. Балалар түсіндік пе? Дәл осылай шығарамыз. Енді 5 пен x-тің қосындысының орнына шыққан 2-ні қойсақ, екі жағда 7 тең 7 теңдеуіміз дұрыс болады. Ал келесі есепке қарайық. X пен 2-нің қосындысы, қосындының мәні 5-ге тең дейді. Сонда біз белгілі қосындының мәнінен және белгілі қосылғышты азайтамыз. Сонда біздің x, яғни белгісіз теңдігіміз шығатын болады. 5 пен 2-нің айырмасы сонда 3-ге тең болады. Яғни біздегі түбір, белгісіз түбір 3-ге тең болды. Енді ол санды x-тің орнына қойып көреміз. Яғни белгісіз санның орнына қойып көреміз, тексеріп. 3 пен 2-нің қосындысы 5, 5 тең 5, яғни теңдеуіміз тексерген кезде дұрыс шықты. Осы арқылы кешегі шығарған теңдеуімізді түсіндік пе, түсінбедік пе, соны есімізге түсіреміз. Ал енді айырмаға есеп шығарамыз. Бұл екінші жаттығуда теңдеуде амалдың қандай компоненттері белгісіз, теңдеуді шешіп, оның дұрыстығын тексер дейді. А мен 5-тің айырмасының мәні 3-ге тең дейді. Яғни А дегеніміз, яғни белгісіз компонент бізде азайғыш болып тұр. Азайғыш пен азайтқыштың екеуінің айырмашылығы бар. Азайғыш болса, яғни бірінші тұратын болса азайғыш, біз қосамыз, ал азайтқыш болатын болса, ол санды азайтамыз. Егер айырманың мәніне азайтқышты қоссақ, онда азайғыш шығады. Ал егер азайғыштан айырманың мәнін кемітсек, онда азайтқыш шығады. Осыны естен шығармайық. Ал мына есепте А мен 5-тің айырмасының мәні 3-ге тең, яғни бізде азайғыш теңдеу беріліп тұр. Азайғыш болса 3 пен 5-ті қосамыз. Сонда біздің белгісіз компонентіміз 8-ге тең болады. Сонда шыққан мәнінен белгісіз 8-ден, яғни тексеріп көреміз. А-ның орнына, А-ның мәніне 8-ді қоямыз, 8-ден 5-ті азайтамыз, тең 3. Сонда екі жағында тең, яғни біздің теңдеуіміз дұрыс деген мағынаны білдіреді. Егер бізді айырманың мәнінен азайтқышты қоссақ, сонда біздің азайғышымыз шығатын болады. Енді келесі теңдеуге қараймыз. 8 пен b-ның айырмасы, яғни бұл жердегі b әрпі азайтқыш болып тұр. 8 азайғыш, ал b әрпі азайтқыш. Яғни азайтқыш болатын болса, азайтамыз. 8 пен 3-тің айырмасы дұрыс 5-ге тең. Егер азайғыштан айырманың мәнін кемітсек, онда азайтқыш шығады. Енді тексереміз. 8 пен b, яғни белгісіз теңдігіміз 5-ге тең. 8 пен 5, яғни оның мәні 3-ге тең, яғни екі жағымызда 3, 3
теңдеуіміз дұрыс шықты деген сөз. Үшінші жаттығу. Егер теңдеуді шешсең, Әлияның билетіндегі қатар мен орын санын анықтайсың. Ал қатар санын табу үшін 40 пен x-тің қосындысының мәні 50-ге тең дейді. Яғни бізде қосынды берілсе 40 қосылғыш пен x қосылғыш тең 50 дейді. Сонда біз қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. 50 мен 40-ты азайтсақ, x-тің мәні 10-ға тең болады. Сосын міндетті түрде тексеріп көреміз. 40 пен 10-ның қосындысы 50 тең 50, яғни есебіміз дұрыс. Сонда 10-шы қатар, ал енді орнын анықтайық. 10 алу x, яғни 10 алу x азайтқыш болып тұр, 10 азайғыш болып тұр. Осы екі айырманың мәні 6-ға тең. Азайғыш пен азайтқыш болса, азайтқышты не істейміз дедім? Яғни міндетті түрде азайтқыш деп тұрса, азайтамыз. Сонда 10 мен 6-ның айырмасы 4-ге тең. Дұрыс айтасыңдар. Бізде белгісіз теңдік 4-ге тең. Сонда Әлияның билетіндегі қатар саны 10, ал орны 4-ші орын екен. Жарайсыңдар. Жақсы, олай болса келесі 4-ші есепке қарайық. 4-ші есеп, есепте және досыңды тексер. Қане, бұл есептер өте оңай. Өздерің шығарып комментарийға жазуды ұмытпаңдар. 6 мен 4-тің қосындысы 10-ға тең, 7 мен 3-тің қосындысы 10-ға тең, 3 пен 4-тің қосындысы 10-ға тең. Жарайсыңдар. 100 пен 10-ның айырмасы 90-ға тең, 80 мен 50-дің айырмасы 30-ға тең, 20 мен 40-тың айырмасы 60-ға тең. Яғни екі топқа бөлініп шығарсаңдар болады. 2 мен 6-ның қосындысы 8-ге тең, 10 мен 7-ның айырмасы 3-ге тең, 7 мен 2-ның қосындысы 9-ға тең, 100 мен 80-ның айырмасы 20-ға тең, 90 мен 60-тың айырмасы 20-ға тең. 40 пен 30-дың айырмасы 10-ға тең. Яғни бізге бір таңбалы және екі таңбалы сандар берілген. Қане, кім жылдам шығарып алып келеді? 5-ші есеп. Сағаттарда концерттің басталу және аяқталу уақыты көрсетілген. Концерт қанша уақытқа созылды? Сағат үлгілерін пайдаланып, өзің тапсырма құрастыр. Қане балалар, сағатқа қарайықшы. Сағат 5-ті көрсетіп тұр. Басталған уақыты 5 екен, аяқталған уақыты 8 екен. Сонда концерт қанша уақытқа созылды деп ойлайсың? Дұрыс айтасыңдар. 8 пен 5-тің айырмасы, яғни азайтатын болсақ, концерттің қанша уақытқа созылғанын анықтай аламыз. Яғни біздің концертіміз 3 сағатқа созылған екен. Жарайсыңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.